Сәлеметсіздер ме? Бүгін бауырсақ дайындайтын боламын. Бауырсағымыз өте жұмсақ әрі үлпілдек болып піседі. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Сонан соң үстінен қантымызды, тұзымызды саламыз. Мен кішкене дәм беру үшін ванилин қосамын. Көп керек емес, жарты шай қасық салсаңыздар болады. Және де аштығымызды саламыз. Енді оны қолмен араластырамыз. Және ортасын ойып ашып қалдырамыз. Үстінен суымызды құйып, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Негізі бауырсақтың қамырын илеген кезде барлық затты қоса беруге болады. Үйде не бар? Маргарин бар ма? Немесе айран бар ма? Барлығында араластырып қоса беруге болады. Не біздіңде қамыр дайын болып қалды. Енді оны жарты сағатқа тындыруға қақпағын жауып қалдырамыз. Сол жарты сағаттың ішінде қамырымыз көтеріліп ашып дайын болады. Жылы жерге қойыңыздар. Не қараңыздар. Қамырымыз биік болып көтерілді. Енді оны табақтан босатып, бөліктерге бөлетін боламыз қамырымызды. Алдымен қамырды сатын жерімізге ұнымызды шашып, сонан соң қамырымызды түсіреміз және оны бөліктерге бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Үш бөлігімізді кезекпе-кезек ысып, оны кез келген формада кесіп, қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Қамырымызды жайған кезде қатты қалыңда, қатты жұқада болып кетпесін, орташа болу керек. Мен осындай домалақ пішінмен кестім. Мен майымды қыздырып дайындап қойдым алдын ала. Енді бауырсақтарды кішкене көтерілгенге дейін бетін жауып қалдырамыз. Көтерілгеннен кейін қызып тұрған майымызға салып, екі жағын аунатып пісіріп алатын боламыз. Міне қараңыздар қалай көтеріледі бауырсақ. Қатты қалың болып кетсе де ортасы жикі болып қалады. Ал жұқа қылып жіберсеңіздер, қатты болып қалуы мүмкін бауырсағымыз. Осылай кезекпе-кезек салып пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.